Ер адамға да, әйел адамға да өте керемет пайдалы жаттығулар. Менімен бірге жасайсыздар. Бұл жаттығуды аптасына 3 рет, 4 рет немесе 5 рет жасауға болады. Бастапқы кезде 3 реттен жасайсыздар. Қазір менімен бірге әр жаттығуды 12-ден жасаймыз. Одан да жоғары жасауға болады. Ал егер ол қиын болса, 8-ден, 6-дан жасауға болады. Үйренгенше бұл кішіден басып бұлшықетін жұмыс жасату арқылы қуық жолдарына өте пайдалы, және де тестостеронды өте тез көтереді. Өте пайдалы жаттығу. Ендеше бастаймыз. Осылай тұрамыз, осы қалыпта міне көріп жүрсіздер, не былай емес, не отырып алған жоқпын. Дәл осылай. Басымыз, көзіміз төменде. Басты бұрмаймыз, не көтермейміз, былай аяғымызға қарамаймыз. Ендеше бірінші жаттығу, әрбір жаттығу 12 рет. Ендеше дыханиемен жасауға, тыныс алу техникасымен бірге. Демді алдым, жасадым. Мен өзім санап тұрам, сіздерге оңай болу үшін. Ендеше бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Келесін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Бұл бірінші жаттығу. Екінші жаттығу. Алға 12 рет айналдырамыз аяқты, артқа 12 рет айналдырамыз. Ендеше менімен бірге кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді артқа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді келесі жағын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Енді келесі жаттығу, соңғы жаттығу 12-ден. Шаршап қалсаңыздар, демалып алуға ху деп дыханиені шығарасыздар. Ендеше кеттік, келесі жаттығу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Келесі жағы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Керемет. Болғаннан кейін осылай тіке жатасыздар. 3 рет. Демді мұрынмен алдық. 2, 3. Осылай 3 рет жасайсыздар. Тұрғанда естеріңізде болсын. Егер оң жақтарыңыз ауыратын болса, сол жақпен, сол жақтарыңыз ауыратын болса, оң жақпен. Олай қырынан жатып аламыз. Содан кейін бар қолды тіреп, жай тұрамыз. Мына сол лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қазақша аудиторияны көтеріп қойып. Аман болайық.